Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Жандос Қаржаубайдың «Уақыт» деген әніне гитарада разбор жасайтын боламын. Енді қазір мен сіздерге осы әннің бір куплетін және қайырмасын айтып көремін. Сондықтан да осы видеоға лайк басып, астына комментарий жазып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені бұл каналдың әрі қарай дамуына өте үлкен әсерін тигізеді. Ол кезде бәрі тәтті еді, ауылда, көшенің заңы қатты еді, энергия бауырға, жиналушы едік топ болып далаға. Ал қазір кеттік жоқ болып, қалаға. Уақыттар зулап жорғадай, көшеде қалған жолдар-ай, кешегі бозық бозбалай, әдей болған-ай. Балалық шаққа шегінсе, қашып бұл қайта келуші, кешегі сұлу қарыннан бүгін келуші. Ал енді бұл әннің аккордтарына келетін болсақ, қазір мен сіздерге баремен және баресіз көрсететін боламын. Енді баресіз көретін болсақ, бұл жерде бірінші аккордымыз айым аккорды. Айым бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші латтың екінші шегінде, екінші саусағымыз екінші латтың төртінші, соңғы саусағымыз екінші латтың үшінші шегінде тұрады. Одан кейінгі ем аккорды. Ем бұл жерде бірінші саусағымыз екінші латтың бесінші, соңғы саусағымыз екінші латтың төртінші шегінде тұрады. Одан кейінгі G аккорды. Бұл жерде бірінші саусағымыз екінші латтың бесінші, екінші саусағымыз үшінші латтың алтыншы, соңғы саусағымыз үшінші латтың бірінші шегінде тұрады. Одан кейінгі F аккорды, баремен. Бұл жерде бареден кейінгі саусағымыз үшінші шекте тұрады. Екінші саусағымыз бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Ал енді баремен келетін болсақ, бұл жерде бесінші латта бірінші аккордымыз дием аккорды. Дием бұл жерден бареден кейінгі саусағымыз екінші шекте, екінші саусағымыз төртінші, соңғы саусағымыз үшінші шекте тұрады. Одан кейінгі ц аккорды. Бұл сегізінші латқа көтерілеміз. Ц аккорды бұл жерде бареден кейінгі саусағымыз үшінші шекте, екінші саусағымыз бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Енді ц аккорды бұл жерде екі латтан ойнауға болады. Бірінші сегізінші латта, екіншісін үшінші латта. Үшінші латта бұл жерде бірінші саусағымыз төртінші шекте, екінші саусағымыз үшінші, соңғы саусағымыз екінші шекте тұрады. Енді оны өздеріңіз таңдайсыздар, қайсы аккорд ұстауға ыңғайлы, соны ұстап ойнай аласыздар. Енді келесі аккордымыз бізде ц-дан кейінгі алтыншы латта ББ аккорды. ББ бұл жерден бареден кейінгі саусағымыз үшінші шекте, екінші саусағымыз бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Одан кейінгі қайтадан бесінші латта АЕМ аккорды. АЕМ бұл жерде бірінші саусағымыз бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Ал енді қағысына келетін болсақ, қағыс бұл жерде екі рет төмен, екі рет жоғары, екі рет төмен, жоғары, төмен. Ал енді манаға барлығы үйренген аккордтарымызбен қазір мен сіздерге осы әннің баресі және баремен ойнау түрін көрсететін боламын. Енді видеоның басында мен осы әннің бір куплетін және қайырмасын баремен ойнап көрдім. Бұл жерде бірінші куплеті бізде дием аккордтан басталады, 5-ші латта. Ол кезде бәрі тәтті еді,
айым ауылда сегізінші латқа цы көшеңіз анық дейді. Алтыншы латта бой қайтадан цы бауырға енді қайталанады. Жиналушы едік топ болып далаға, ал қазір кеттік жоқ болып қалаға. Енді қайырмасы бізде дем аккордтан басталады. Қайтадан уақыттар зулап жорғадай. Енді с аккордына барамыз. Көшеде қалған жолдар-ай, бой кешегі бозық бозбалай. Қайтадан с әке болған-ай, айым әке болған-ай. Енді қайталанады. Балалық шаққа шегінсе, ғашық боп қайта келуші, кешегі сұлу қарындас бүгін келуші. Ал енді барис аккордтарға келетін болсақ, бұл жерде мен каподастрды 5 латқа қойдым. Енді сіздердің дауыстарыңызға қандай лат ыңғайлы келеді, сол келетін латқа осы каподастрды қойып айтуларыңызға болады. Бұл жерде бірінші куплеті айым аккордтан басталады. Ол кезде бәрі тәтті ем ауылда, жи көшеңіз анық дейді. Ф әніге қайтадан жи бауырға. Енді қайталанады. Жиналушы едік топ болып ал қазір кеттік жоқ болып қалаға. Енді мына жерде бізде G аккордын баремен ұрсуға болады. Өйткені бұл жаңа F-тен кейін, F аккордтан кейін сразу баремен G аккордына секіру оңай болады. Болмаса барес жасауға болады, бірақ енді өздеріңізге қандай аккорд ұнайды ұстаған, сол ыңғайлы аккордты ұстап ойнауыңызға болады. Енді бізде қайырмасы айым аккордтан басталады тағы да. Уақыттар зулап жорғадай, G аккорды, көшеде қалған жолдар-ай, F кешегі бозық бозбалай, G әке болған-ай, Em аккордына барамыз. Әке болған-ай. Енді қайталанады. Балалық шаққа шегінсе, ғашық боп қайта келуші, кешегі сұлу қарындас бүгін келуші. Енді бұл жерде аяқталғанда G-дан кейін айымге барамыз ғой. Одан кейін айымды ойнай береміз. G, сосын F аккорды. Қайтадан G, айым. Осылай қайталанады. Енді бұны әннің басына және аяғында да қолдануға болады. Енді екінші куплет дәл осы аккордтармен ойнала береді. Ал достар, бүгінгі видео сіздерге ұнаса, осы видеоға лайк басып, астына комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.